Менің ұлым Ағзат қалай компанияға келгенін, қалай компанияны құрғанын сіздерге айтып жатыр. Біраз тарихын айтып өтті. Мен енді сіздерге бір кішкентай ғана сізде білмейтін тарихты айтып берейін. Ағзат студент болып жүрген кезде бірінші рет осы Қазақстанға компаниялар мен кіріп жатты. Сол кезде маған келді, мама, осындай компаниялар бар екен, соған мен кірсем деймін. Соған сіздер айтып отырсыздар ғой қазір, спонсор деп. Спонсор боласыз ба? Маған бір 30 мың теңге керек болып тұр деді. Соңына қазіргі менің 30 мың теңгем, теңгесі жоқ, теңге болып тұрған. Менің қаншама қол ерді артында, қаншама жұрт ерді, қаншама дұғасын айтып, қаншама насихатын айтып, ол артынан естірген сіздерге де рахмет. Менің ұлыма сенім артып, үлкен осындай арманына сіздер арқылы жетіп отыр деймін сіздерді. Сіздерсіз әрине ол компания болмасын. Сіздерсіз бұндай жетістіктерге жетпес еді. Жаңағы лидер одағы кісілер мен сияқты педагог екен. Мен де 40 жыл математикадан сабақ берген ұстазбын. 40 жыл үзбейміз. 40 жылдық ұстазбын екен. Рахмет сіздерге. Мына Алланың нәсібі, Алланың берері. Бірінші денсаулық берсін. Екінші мына өсіріп отқан ұл-қыздарымыз біз жетпеген армандарға биіктерге жете берсін. Үміттеріңіз ақтала берсін. Ол вей компаниясына дұға етейік. Еткен дұғаларымыздың барлығы қабыл болсын. Ал енді Ағзат мырзаның жаңағы стимул, мотивация беріп отыр ғой. Сол сияқты мен де кішкентай мотивация беріп қояйын сіздерге. Ол вей компаниясы Қазақстан. Егер годалары тек қана қамшылыққа барып, ең керемет осындай лидерді осындай жеңіп ала беріңіздер. Мен дұғадамын, мен сіздер үшін тілеулеспін.